Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге осындай бір өрнекті қызыл буф жастығын тігіп үйренетін боламыз. Ал мінекей біздің салатын схемамыз тура осындай болады. Бұл жерде біздің салатын схемамыздың матамыздың ұзындығы 150 см, ал ені 56 немесе 57 см болу керек. Сызықты сызып бастаған кезде бізде стартап ретінде осындай міне көк сызықпен көк немен бояп қойған 0,5 см немесе 1 см қалу керек. Одан кейін барып тура осындай схема салатын жолдарды саламыз. Оны қалай саламыз? Салған кезде ең алдымен мен бастайтын кезде тура осындай схеманы салып алып, одан кейін дәл ортасына кішкене бір 10 см-дей жол жүргіздім. Оны до конца сызу керек жоқ, өйткені бірінші бастабағанға сағанға ыңғайлы болады. Сосын сол сызыққа қарап екі жағына 4 см-ден тастадым, өйткені біздің ортадағы неміз, ортадағы матамыз 8 см болады. Одан кейін бізде тор көзіміздің өлшемі 2 см-ден и ары қарай тағы тура осылай етіп қойып 2 см-ден белгілеп сызып алдым. Сонда бізде бұл жерде 5 дана тор көз шығу керек. Яғни оң жағында 5 дана, сол жағында 5 дана тор көз шығу керек. Одан кейін бізде 15 немесе 14 см ені қалу керек. Екі жағында да, яғни ені 14 немесе 15 см болады жиегі, екі жиегі. Ал біздің сызықтар қалай тігіледі? Яғни біздің схема көріп тұрғандарыңыздай кәдімгідей оңай, басқа буф жастықтарға да келеді. Кәдімгі оның тігілуін білесіздер деп ойлаймын. Біз ең алдымен бастаған кезде біз шетінен немесе мына қатардан бастаймыз. Маған көбінесе осы қатар ыңғайлы, поэтому осы қатардан бастаймын. Так, алған кезде біз мына бір нүктені бір рет тігіп, одан кейін төбеге барып, яғни сызық көрсетіп тұрған бұрышқа апарып қосуымыз керек. Содан кейін үстінен қосылған соң екі рет тағы мықтап тығып, одан кейін бізде мына нүктеге жол ашылады, яғни осы екі бұрышқа жол ашылады. Сол бұрышты алып екінші бұрышымен қосамыз. Оны біткеннен кейін тағы мынаны қалай тіктік, тура солай етіп осыған, одан кейін мынаған, одан кейін мынаған, кейін ары қарай тура солай кете береміз. Ал бұл жағы да тура солай, кішкене схеманың басқашалығы болмаса, бірақ түсінгендеріңізде, если қай тор көз ішіндегі сызық қай бұрышты көрсетіп тұрса, сол бұрышқа апарып қосу керек деген сөз. Сосын матаны қосқан кезде, матаны түгел схеманы тура осылай етіп салып біткен кезде матаның басын қалай қосамыз? Мінекей бізде тура осындай стартап сызық болады дегенмін. Ол стартап сызықты тігіп болған соң немесе тігіп алудан алдын кесіп алып тастауға болады. Ыңғайына қарай, в общем. Мынау бізде матаның соңы дейік. Бізде схема басталған кезде, мынау бастау, басталған кезде бізде ең шетінен алатын болсақ, осы жолақтан бізде басталған кезде бұл оң жағынан басталды. Содан соң сол жағына өтті, ары қарай оң жағына. Ал мінекей айналып келіп, бізде оң жағынан бітіп, сол жағынан бітті, яғни оң жағынан тағы түсіп, сол жағынан бітті. Яғни бізде тура солай схема дұрыс шығу үшін, бізде тура солай болу керек. Мен кішкене жылжытып жүрген бана ол дұрыс келмей жатыр, бірақ міне. Яғни мына аяғынан басталды ма, мына аяғынан біту керек. Мына аяғынан басталса, мына аяғынан біту керек. Тура солай етіп басталып, тура солай етіп біту керек. Қосқан кезде де тура солай етіп қосасыздар. Сонда сіздің жастықтарыңыз мінсіз әдемі тура осындай болып үйлесімді шығады. Ал мінекей сонымен біздің схемамызды түсіндік деп ойлаймын. Мен бұл жерде екі мата қолданамын. Көргендеріңізде бояп қойғанымдай ортасына сары матаны қоямын, жанына қызыл матаны қоямын. Сіздер по своему вкусу әртүрлі мата қоя берсеңіздер болады. Ал мінекей, енді схеманы салып алдық. Енді тура сол схема арқылы тігіп үйренейік. Бұл жерде менің тор көздерді қалай салынғанын кішкене көрмей қалыпты. Бордың кесірінен, сондықтан мен үстінен тура осылай етіп ручкамен басып шықтым. Ал екі матаны қосқан кезде бізде тура осылай болу керек. Мінекей, көріп тұрған болсаңыздар, тура осылай етіп қосылу керек. Ал енді схема бойынша қалай тігеміз? Бізге жақын жатқан тор көздің біреуін алып, бір рет тігіп алып, одан кейін келесі тор көзге апарып қосамыз. Мінекей тура осылай етіп қосамыз, одан кейін
жарқырап жатқан ток көзге алып барып қосуымыз керек. Солай етіп үстінен тағы бір рет немесе 2 рет тігіп аламыз. Ал мінекей 2 тур көздің басын біріктіруді үйрендіңіздер. Енді әрі қарай тура осылай етіп басынан аяғына шейін тігіп шығуымыз керек. Яғни сіз қандай бұрышты көрсетіп тұрса, сол бұрышты қосуымыз керек деген сөз. Ал мінекей тура осылай етіп мен 2 граммда 5 схеманы бөліп қостым. Сол кезде бізде тура осындай ашық орындалып қалу керек. Сонда бізде өрнегіміз тура осылай етіп шығып жатыр деген сөз. Яғни біз дұрыс тігіп жатырмыз деген сөз. Ал мінекей құрметті көрермендер, схемада қалай көрсетілген тура солай етіп 2 жастығымыздың басын қосып, айналдыра тура осылай етіп тігіп шықтым. Ендігі кезек жастығымыздың іші дайын болған соң сыртын буып бастайтын боламыз. Ал мінекей бізде сыртында тура осылай өрнек болып шықты. Айтқаныммен бұл жастығымыз бір өрнекті болады деп, мінекей бір өрнекті жастығымыздың сырты да тысы да дайын. Ал енді жастығымызды қалай буамыз? Мен схеманы салған кезде басынан жиегіне салынатын схеманы салған жоқпын. Сондықтан егер де жиегіне салынатын схеманы салмайтын болсаңыздар, тура осылай етіп бууды үйреніп алыңыздар. Бізге берілген тура осындай матаның өзінің пішінін шығарып тұратын сызығы болады. Яғни пішінін беріп тұрған соның ұшынан алып, кішкене ұшынан алып, өткізіп алуымыз керек. Яғни кәдімгідей алдын көктеп тігетін болсақ, енді тура осылай етіп, егер схеманың жиегіне арналған схема салынбай қалғандықтан, тура осылай етіп буатын боламыз. Бұл да дұрыс, ал көктеп тігетін ол да дұрыс. Яғни ешқайсысы қате болған жоқ. Мінекей тура осылай етіп айналдыра матаның ұштарынан тігіп шығуымыз керек.
мінекей енді соңына келіп қалдық. Соңында тура осылай етіп түйіп алған жібімізбен иненің ұшынан өткізілген жібіміздің екі басын қосып тура осылай етіп байлап қоямыз. Ал мінекей ішін дайындап алған соң бұрыштарын кішкене қолдарымызбен тура осылай етіп тартып дұрыстап ішіне толтырып синтепон салып шығуымыз керек. Және синтепон салған кезде айтатын жайт, мен айтатынмын, синтепонды салған кезде әрқашанда бізге тура осындай айналып бетінде көрініп тұрған тігілген схеманың, яғни мінекей міне төбе жағында көрініп тұрған схеманың шетіне дейін ғана салу керек. Өйткені одан асып кетсе жастық доп болып қалуы мүмкін. Яғни шіли домалақ болып қалады. Сондықтан тура осылай етіп салып шығамыз. Ал мінекей ішіне толтырып синтепонды салып алдық. Ендігі кезек мен өзім айтқандай тағы да бұл бетіне де мен схема салған жоқпын. Яғни схеманың шеттен алған схемасын толық салған жоқпын. Сондықтан тура осылай етіп қайтадан көктеп шығуымыз керек. Яғни көргендеріңіздей сол матаның пішіннің беріп тұрған ұшын тура осылай етіп тізіп қайтадан тігіп шығуымыз керек. Мінекей жастығымызды айналдыра тігіп біттік. Тағы да бұл жастығымыздың басын жақсылап буып қойып, ендігі кезек түймемізді қадайтын боламыз. Түймені қадаған кезде кәдімгідей түйме қадауды білесіздер деп ойлаймын. Түйме қадауды білмейтіндер болса, соларға арнап описанияға мен сол қалай дұрыс түйме қадау керек екенін үйрететін видеоның ссылкасын қалдырып кетемін. Кіріп міндетті түрде көріңіздер. Бұл жерде мен түймені қалай қадағанды кішкене үйретемін. Бізде уақыт аз болғандықтан мысықтың түймесін қадау толық көрсетілмейді. Бірақ сіздер бөлек видеодан көрсеңіздер болады. Жастықтың түймесіне тура осылай етіп жапқышымызды кигізіп алған соң, оны инеге өткізіп, арғы бетіне қайтадан түйме өткізетін жібімізді шығаруымыз керек. Сосын сол жіптің біреуіне тағы да бір рет түйме өткізіп, сосын сол түйменің үстіне тағы бір рет жапқыш кигізіп, жастықтың екі бетін бір-біріне тартып тұру үшін сол жерден байлайтын боламыз. Құрметті көрермендер, біздің буф жастығымыз осымен дайын. Сабақ сіздерге ұнаған болса, бізді жоғалтпас үшін подписаться етіп, лайк басуды немесе комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.